Сәлеметсіздер ме оқырмандар, ұстаздар? Мен сіздерге аз ғана уақыттың ішінде жасанды интеллект арқылы қысқа мерзімді сабақ жоспарын жасаудың ең жеңіл жолдарын көрсетемін. Ол үшін біз Grok деп аталатын жасанды интеллектінің сайтына кіреміз. Алдымыздан осындай терезе ашылды. Бұл Grok деп аталады. Тегін. Енді не істейміз? Ары қарай біз промпт жазамыз. Мен дайындап қойған болатын промптты. Промпт дегеніміз не? Промпт дегеніміз бұл жасанды интеллектіге арналған сұраныс. Мысалы, мен былай жаздым. Сіз Қазақстан Республикасы білім беру заңдарына сәйкес қазақ тілі маманысыз, мұғалімсіз, маманданған әдіскерсіз. Маған 9-шы қазақ сыныбына сөйлем оның түрлері тақырыбында сабақ жоспарын, педагог оқушы әрекетімен, бағалау, ресурстарымен, тапсырма дескрипторымен кесте түрінде жаңа талапқа сай толық сабақ жоспарын әзірлеңіз. Деп жаздым, бұл қазақ тілінен мысал ретінде. Біз неліктен жасанды интеллектіге осындай толыққанды сұраныс береміз? Себебі әрбір берген сұранысыңыз толық мәліметтерді қамтуға қажет. Яғни әрбір элементіне дейін, әрбір деталіне дейін жазасыз. Жай ғана маған сабақ жоспары керек десеңіз, жасанды интеллекті сіздің мақсатыңызды түсінбей қалуы мүмкін. Сондықтан педагог оқушы әрекетімен, ресурстарымен, дескрипторымен, бағалауымен деген сияқты толыққанды өзіңіздің ұсынысыңызды, сұранысыңызды бересіз. Демек, жасанды интеллектіге сіз мәртебе бересіз, статус бересіз. Сен бүгін маған қазақ тілі маманы ретінде, мұғалім ретінде, әдіскер ретінде маған қызмет етесің деген мағынада. Осылайша біз жасанды интеллектіге мәртебе береміз, яғни статус береміз. Ол бізге кімнің рөлінде көмектесу керек? Қазақ тілі маман ретінде, мұғалім ретінде және әдіскер ретінде бізге ол сабақ жоспарын құрастыруға көмектесу қажет. Ал енді мына батырманы басып көрейік. Қалай болады екен? Бізде сұрауды талдау деп шығады. Бірақ біз мына жерде жедел жауап деп тұрады, быстро ответ деп тұрады. Соны басайық. Бізге тез арада дайындау керек қой сабақ жоспарын. Сондықтан астындағы жедел жауап деген батырманы басамыз. Сабақ талдау деген батырманы бассақ, ол біршама уақыт алады. Сондықтан жедел жауап батырмасын басамыз. Міне қарасақ, сөйлем оның түрлері дейді, қазақ тілі дейді. Жаңартылған білім беру бағдарламасына сәйкес бізге мынандай мақсаттар дайындады. Өзіміздің мақсатымызды да күнтізбелік тақырыптық жоспарға сай өзіміздің мақсатымызды да енгізуімізге болады. Бірақ мен жалпы мынандай сабақ керек деп сұраныс бердім. 45 минут дейді, бұны өзгертіп алуға болады. Ең бастысы қарасаңыз, міне, қазіргі жаңа талапқа сай уақыт, кезең, педагог әрекеті, оқушы әрекеті, бағалау, дескрипторлар, тапсырмалар барлығын дайындаған. Жаңа сабақ, мотивация дейді, 5 минут. Жаңа материалды түсіндіру 10 минут уақыттарын көрсеткен. Бекіту дейді. Рефлексия дейді. Бүгін не үйрендік деп сұрайды дейді. Жаңа әдіс тәсілдерді көрсетеді, мысалы, мына жерде. Ресурстарды көрсеткен. Қорытынды бағалау. Қысқасын айтқанда, құрметті оқырмандар, ұстаздар, уақыттарыңызды үнемдеу үшін осы Grok жасанды интеллектін сабақ жоспарын жасауға, қолдануға болады. Әрине, біз бұл жерде жасанды интеллект бұл адамның көмекшісі. Сондықтан біз адам ретінде, тұлға ретінде, маман ретінде өзіміз өзгерістер енгіземіз, бірнеше мәрте қараймыз, қосатындарын қосып, алатындарын алып дегендей. Дегенмен, жалпы біздің сабақтың құрылымын жақсы жасап берді. Кері байланыс дейді. Осылайша. Ескертпе деп тұр мына жерде. Сабақ жаңартылған білім беру бағдарламасына сәйкес құрылған критерияларды бағалау, жеңіл қиын тапсырмалар, тарлау тапсырмалары, әдіс оқушыларға дейді, күштілерге шығармашылық мәтін деп барлығын берген. Міне біз оны осы сабақ, дайын сабақ жоспарын мына жерде көшіру батырмасы тұрады. Соны көшіріп аламыз.
көшіріп аламыз мына жерде. Көшіру батырмасын көшіреміз де басып кәдімгі Word парақшаға қоямыз. Астына жазылып тұр жоспарды қысқарту. Мүмкін бізге бұдан да қысқа жоспар керек болса, оны қысқарып береді. Сөйлем мысалдарын толықтыру дейді. Ал енді толықтырып басып көрейік. Жасанды интеллекті не дайындайды екен? Бірінші сұрауды талдау деп шығады. Бұлар өзара талқылайды бұл мәселені. Одан кейін міне жай сөйлем, құрмалы сөйлем деп бізге сөйлем түрлерін мысалдармен толықтырып жатыр. Көріңіздер ғой. Көз алдыңызда барлығы жасалды. Мысалы, күн шықты тұрлаулы мүшелі, бастауыш, баяндауыш дейді мысалдарымен. Жалпы жасанды интеллект мұғалімнің көмекші құралы. Себеп салдар дейді құрмалы сөйлемнің әрине бұл мысалдарды өзіміз бірінші мәрте қарап, тексеріп аламыз, құрметті ұстаздар. Педагогикалық ұсыныстар дейді. Жалпы менің айтайын дегенім, осы Grok жасанды интеллектісі мұғалімге сабақ жоспарын құрастыруда өте тиімді. Толыққанды даярлап беруге мүмкіндігі бар. Әрине өзімізде қарап шығамыз. Астында тұрады мысалдарды кестеге салу дейді. Қажет болса басып көруге болады. Мысалдарды оқушыларға түсінікті болу үшін кестеге салдым дейді. Көріңіздер ғой, міне. Жай сөйлем күн шықты, талдауына дейін кесте түрінде көрсеткен. Ең соңында көшіру батырмасын басып, мысалы құрмалы сөйлем сала аласыз, қыс келді, сондықтан қар жауды дейді, себеп салдар дейді. Қорыта айтқанда, құрметті ұстаздар, сабақ жоспарын жасауда Grok жасанды интеллектісі өте пайдалы деп айтқым келеді. Сондықтан осы айтылған ақпарат игіліктеріңізге жараса, мен өте қуаныштымын. Сау болыңыздар.